Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін балалардың сүйіп жейтін тағамы күріш ботқасын дайындаймыз. Бір кесе толтырмай күріш бөлек бір ыдысқа салып аламыз. Үлкенде ыдысқа жақсылап күрішті 2-3 рет жуамыз. Енді суын қоямыз. Суды шамамен 3 немесе 3,5 кеседей су құямыз. Суымыз қайнап жатыр. Күрішін саламыз. Дәміне қарай 1 немесе 1,5 шай қасық тұз саламыз. Жақсылап араластырамыз. 15 минуттай күрішіміздің баяу отқа қойып пісіреміз. Міне 15 минуттай қайнады. Күрішіміз жұмсарып пісе бастағанда сүтін құямыз. Сүтін құйғаннан кейін 5-6 минуттай тағы да пісіреміз. Астын қозғап отыруды ұмытпаңыздар, түбіне жабысып қалмауы керек. Міне қараңыздар. Иісі тамаша. Балалардың бұл сүйікті асы. Менің балаларым өте жақсы көреді. Қант ұнатсаңыздар, қантын салып жіберсеңіздер де болады. Қант ұнатпайтын кісілерге осылай да өте дәмді. Сары майын үстінен салсаңыздар да болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Эльмира. Астарыңыз дәмді болсын.